Қарай жалғастыратын Шымкент қаласы Нұрсат өнер мектебі. А.Құнанбаевтың аудармасы «Шегіртке мен құмырсқа». Алдарыңызда Айтбай Асхат Саматұлы. Қарсы алыңыздар. А.Құнанбаевтың Крыловтан аудармасы «Шегіртке мен құмырсқа». Шырылдауық шегіртке ұршып жүріп ән салған, көгалды қуып гүл айттап, қызықпен жүріп жаз алған. Жазды күні жапырақтың бірінде тамақ, бірінде үй, жапырақ кетті, жаз кетті. Көз болған соң кетті күй, жылы жаз жоқ, тамақ жоқ. Өкінгеннен не пайда? Суыққа, тоңған, қарны ашқан. Ойын қайда, ән қайда? Оны менен тұрмады. Қар көрінді, қыс болды. Сауықшыл, сорлы, бүкшейді. Ымаққа енес болды. Секіру қайда сүріні, қабағын қайғы жабасы. Саламда жатып дән жиған, құмырсқаны іздеп табады. Секілдеп келіп жығылды, аяғына басыра. Қарағым, жолы, тамақ бер, жас шыққанша асыра. Мұның жанын сөз емес, жаз өтерін білмеп. Жаның үшін не шаруа, ала жазда қылмаппен. Мен өзіңдей шаруашыл, жұмсақ үйлімен. Көгалды қуып ән салып, өлеңнен қолың тиді ме? Қайтсаң қолың тимепті, өлеңші, әнші есілер. Ала жазда ән салсаң, селкілде де. Тамаша, тамаша, біздің бүлдіршінімізге ду қол шапалақпен құрмет, қошемет көрсетіп қойыңыздар.